Сәлем достар, сіздер менен бүгін CapCut бағдарламасының Pro версиясын қалай кейбір функцияларын тегін пайдалану жайлы сабақ өтетін боламыз. Ол үшін біз мінекей CapCut бағдарламасында қазірде мендегі версия, менде мына жерде CapCut бағдарламасының ескі версиясы, яғни мінекей мына жерде 4.8 деп тұр. Ал қазір болса CapCut бағдарламасының 5-тен 5.3 немесе 5.4 деген жаңа версиясы шығып кеткен. Ол жерде барлық функция, почти бір 80% функция ақшалай болып кеткен. Ал бізде басында CapCut бағдарламасы өте қолайлы әрі ыңғайлы және функциялары өте көп. Оның барлық функциялары тегін еді. Ал мына жерде қазір көріп тұрғандарыңыздай міне Pro деген версия шыққан. Мендегі дәл осы версияны сіздер жүктеп алсаңыздар, бұл жерде енді 100% Pro версияны тегін қолдана аласыз деп айта алмаймын. Бұл жерде бір 80-90% Pro болатын болса, соның 10-15%-ын ғана бесплатно пайдалана аласыз. Мысалы, мына жерде өздеріңіз көріп тұрғандай улучшение качества изображения дейді. Мінекей, мына функциялардың барлығы негізінде басында тегін болатын еді. Қазір бұның барлығын Pro қылып тастады, яғни ақшалай. Мына жерде мінекей өздеріңіз көріп тұрғандай Start Pro деп қойған. Осыны бассаңыз тіркеліп, сосын CapCut версиясын сатып ал деп сізге осылай предложение беруі мүмкін. Ал менде мына жерде стабилизация деген тұр мінекей. Бұл стабилизация қазіргі жаңа версиясында мына сияқты Pro деген галочкамен тұр. Ал менде чуть-чуть взлом етілген, яғни хакерлер өздері осы бағдарламаны өзгертіріп, біраз бір-екі жерлерін бұзып, осылай мына функцияларды тегін істеп қойған. Бұл жерде мінекей мына стабилизация бөлімінде тегін тұр. Мына жерде удаление фона, автоудаление фона дейді. Яғни мен мысалы мына объект қиып алатын болсам, удаление фонаны басамын. Мінекей мына жерде бұл ешқандай Pro версия емес, яғни тегін. Ал бұның жаңа қазіргі шыққан версиясын жүктеп алатын болсаңыз, бұл жерде автоудаление деген тегін емес, мынандай Pro болып ақшалай болып тұрады. Ал мына жерде хромакей онсыз да тегін, бірақ мына жерінде очистка края дейді. Яғни мен мысалы мына объектті қиып алатын болсам, осы объектінің осындай контурный цветтерінде чуть-чуть қателіктер болуы мүмкін. Сол кезде мен мынаны пайдаланамын, сол кезде осылай болады. Енді мына өзіңіз көріп тұрғандай автоудаление бұл жерде дұрыс жұмыс істемеді. Біз мына жерде хромакейді пайдаланамыз, яғни мінекей өздеріңіз көріп тұрғандай қазір хромакейді пайдаландым. Бұл онсыз да тегін, бірақ мына жері Pro екен. Бірақ мен бұны пайдалана алмаймын. Неге десеңіздер, бұл ақшалай. Мінекей очистка краев дейді. Яғни өздеріңіз нәтижені көрдіңіздер, дәл осылай қиып алса болады. Енді бұл жерде хромакей жақсы істеп жатқан жоқ, себебі бұл жерде көрсеңіздер, мінекей яркий цвет қай жерге тура түссе, хромакей сол бүткіл цветті өшіріп тастайтын болады. Сол үшін мына жерде яркий цвет мына объектіміздің бетіне түсіп тұр. Сол үшін бұның бетіндегі түсті де бірге мына жердегі түспен қосып өшіріп тастайды деген сөз. Ал сіздерге жалпы түсінікті болып жатыр деп ойлаймын. Сіздер осы CapCut бағдарламасының Pro версиясын қайдан скачать етем, жүктейм десеңіз, сіз бірінші орында, егер сізде CapCut версиясы орнатылған болса, сіз о CapCut версиясының осылай иконкасының мишканың оң жағына басасыз, және мына жерде расположение файлды басасыз, сосын мына жерде uninstall деген бар. Осыған кіріп, сіз OK кнопкасын басып, ескі версиясының бәрін өшіріп тастайтын боласыз. Ол өзі автоматты түрде өшіріп тастайды. Ал сосын мен Telegram каналымның ссылкасын описание бөліміне тастап кететін боламын. Мына жерде мінекей менің Telegram группам, мына жерде Хамоблог деген, мінекей дәл осы жерде мына көріп тұрғандарыңыздай, мінекей менде тұр CapCut 4.8 деп тұр. Мінекей ол разработчиктер жағынан бұзылған версия. Дәл осыны орнатсаңыздар, сізге ең керекті негізгі функциялар тегін пайдаланатын боласыз. Ол сіздерде мынандай галочка шығып тұруы мүмкін. Ол дегені осылай басып жүктеп ал деген. Жүктеп алғаннан кейін мынандай көрініске келетін болады. Яғни осыны басасыздар, мына жерде открыть дейсіздер, ал сосын сізде автоматически мынандай архиваторға тастайтын болады. Егер бұл архиватор сіздерде жоқ болса, бұның да ссылкасын мен описанияға тастап қоятын боламын. Дәл осылай шығады. Сосын сіз осылай извлечить папку дегенді басасыз және OK кнопкасын басасыз. Енді сізде сол кнопканы басқаннан кейін мына жерде осылай
шығатын болады сізде. Менде мінекей осылай шығып тұрды. Негізі жүктеп алынғанда осындай көрініске келеді. Сіз оның ішіне кіріп извлечь еткеннен соң сіз о CapCut бағдарламасын орнатпастан бұрын мына жерде бір ескере кетеміз. Пускқа кіресіз, мына жерде настройка параметр дәл осыған кіргеннен соң мына жерде обновление деген бар Windows. Сіз дәл осы настройкаға кіріп, мына жерде безопасность бөліміне кіресіз және қауіпсіздік режим. Дәл осы жерде защита от вирусов угроза дейді мінекей. Дәл осы безопасность Windows дегенге кіріп, мына жерден управление настройканы басасыз және мына жерде защита режиме реального времени дәл осыны өшіріп қоясыз. Осыны өшірмесеңіз, CapCut бағдарламасын установка жасай алмайтын боласыз. Ал енді біз жалғастырамыз. Мінекей мына жерде папка көрінісіне келеді. Сол үшін сіз осылай папка көрінісіне келгеннен кейін дәл осыны 2 рет басасыз. Сосын ол автоматты түрде өзі сізге установка беретін болады. Сол үшін сіз запуститті басып, осылайша мына install now дегенді басасыз. Сол кезде бұл өзі автоматты түрде CapCut версиясын мінекей мына көріп тұрғандарыңыздай осы папкаға сохранить етіп беретін болады. Сіз соны сохранить еткен кезде осы CapCut бағдарламасын тегін пайдалана алатын боласыз. Мінекей, яғни біз келесі неге кірісеміз. Сіздер CapCut версиясын өткізген кезде осындай обновление шығып қалады. Сіздер оны обновить етпеңіздер. Онда обновление болса, осы тегін версия өшіп кететін болады. Мінекей, мына жерде өздеріңіз көргендей бізде видео болса, видеоға мінекей стабилизация бөлімі тегін болды. Сосын мына жерде размытие экран бұл функцияны біз онша көп пайдаланбаймыз. Сосын мына жерде автоудаление деген функция бізге тегін келді. Хромакей онсыз да тегін. Сосын маска бөлімінде мыналар онсыз да бұл функциялар тегін. Бірақ мына жерде 2 функция болу керек. Перо және ластик деген сол сияқты функция болу керек еді. Бірақ ол функциямыз бізде бұл жерде жоқ. Бізге бірақ маска үшін осы функциялардың өзі керекті, жеткілікті деп ойлаймыз. Ал мына жерде ретуш деп қойыпты. Бұл ретушты біз көп пайдалана бермейміз негізі. Ал мына жерде өзіңіз көріп тұрғандай звук бөліміне кіретін болсақ, нормализация громкость, сосын мына жерде уменьшить шум дейді. Яғни сіздің видеоңызда шум болатын болса, шум дыбысты мынау автоматты түрде осын қоссаңыз, дыбысыңыздағы шумды өшіретін болады. Ал бұл қазір Pro версия болып кеткен бұл. Ал мына жерде изменение звук дейді, яғни сіздің дыбысыңызды өзгертетін функция. Яғни бұл функциялардың почти 90% ақшалай болып кетіпті. Біз бұны онша пайдаланбаймыз негізінде. Ал мына жерде скорость, яғни скорость бөліміне енді дәл осы скорость бөліміне кірісетін болсақ, мына жерде видеоның скоростын арттыру немесе бәсеңдету. Ал мына жерде кривой, яғни сіздің видеоңыз осылай тез келіп, мына жерде жай істеп, сосын осылай тез кететін скоростты кривой скорость деп атайтын болады. Сіздермен өткенде скорость жайлы да сабақ өткен болатынбыз. Скорость бөлімі жайлы мінекей өзіңіз көріп тұрғандай видео жай келеді, сосын тездетіп, сосын жай қайттан жүретін болады деген сөз видео осылайша. Енді дәл осы функцияны, яғни мына жерде плавный деген бар, яғни жұмсақ эффект береді сіздің видеоңыздың скоростына. Дәл осы функциялар қазір жаңа версиясында ақшалай болып кеткен. Ал біздің мына версиямызда дәл осыны қалағанша тегін пайдалансаңыздар болады. Ал мына жерде анимация бөліміне келсек, енді бұл жерде өзі санаулы тегін анимациялар бар. Қалған 90%, яғни Pro версия болып кеткен деп айтса да болады. Бұл жерде анимация вывод, яғни комбо, осылардың барлығы, яғни комбо бөлімінде Pro версиялар өте аздау. Ал мына жерде видеоның шығысы және кірістегі анимациясының Pro версиясы өте көбейіп кеткен. Мінекей, енді осындай жаңалық осы болып тұр. Мына жерде корректировка дейді. Корректировкада мына функциялар барлығы ақшалай. Ал мына жерде мына функциялардың барлығын тегін пайдаланасыз. Сосын мына жерде HCL бұны да тегін пайдаланасыз. Мына жерде кривой дейді. Кривойды тегін пайдаланасыз. Ал мына жерде цветовой круг деген, енді бұл Pro екен, бұны пайдалану үшін ақша керек. Яғни бұл уже профессионалдар үшін арналған цветовой коррекция деп есептеледі негізінде.
Эгер цветокоррекцияны жакшы түшүнөтүн болсоңуз, осы функциялар аркылуу сиздин видеоңузду монтаждоо өтө тез болот деген сөз. Мына жерде маска экен, яғни сиздин мына видеого түс косатын болсоңуз, мына жерде масканы басасыз, сосын осы масканын ичинде гана сиз түсүн өзгерткен, масканын ичинде гана сиз түсүн өзгөртөтүн болсоңуз, яғни видеонун сол масканын ичинде ойнайды деген сөз. Минекей, яғни сиздерге көрүнүп турган чыгар. Осы масканын ичинде гана осы түс ойнайды деген сөз. Биз буну пайдаланбайбыз. Мына жерде Pro деп койгон экен. Мына Preview'га кирип, биз кайттан ордуна келтирип коебуз. Жалпы сиздерге түшүнүктүү болуп жатыр деп ойлойм мен. Ал мына жерде, бул жерде де отделение голос дейди, яғни видеоңуздун ичинде музыка менен голос, адамдын дыбысы болсо, сол экөөнү бөлүп берет. Бул Pro экен. Бул бизге негизи керек эмес. Буну жасанды интеллект жайлы кийин бир сабак саламын. Сол сабакта көрсөтөтүн боламын. Тегин ак пайдалансаңыздар болот. Ал мына жерде разделение цены деген бар экен. Бул тегин экен. Сосын мына жерде пресетке сактоо. Бул да тегин экен. Осы функцияларды сиздер пайдалансаңыздар болот. Ал жалпы сиздерге сабак түшүнүктүү болду деп ойлойм. Энди CapCut багдарламасынын Pro версиясынын бир 10-15% тегин пайдалануу үчүн сиздер энди кай жерден издеп скачать этүүнү өздөрүңүз билетін боласыздар. Жалпы сау саламат аман болуңуздар. Келесі видеоларда кездескенче.